Бүгінгі таңда медицина орталықтары қанша көп болғанымен кешенді әрі нәтижелі ем көрсететін орталықтар өте аз. Соның салдарынан күн сайын асқынған ауруына ем таба алмай жүрген жандар өте көп. Осы кезекте Шипамет медицина орталығы нәтижелі ем көрсетудің ең үздік тәсілдерін ұсынады. Орталықтың өзге жерлерден бірнеше ерекшелігі бар. Европа медицинасы мен Қытай медицинасы бойынша да ем жүргізіледі. Мамандар Қытайдың ғұлама ғалым дәрігерлерінің тікелей шәкірттері. 这次来到哈萨克斯坦呢，是受到我的同学库尔班的邀请。哈萨克斯坦老百姓当中啊，这种在治病各方面还是效果非常的不错。我认为中医中药对于哈萨克斯坦人民还是有帮助。 Осы жолы Қазақстанға келіп, осы орталықта жұмыс істеу барысында байқағаным, Қытай медицинасы мен емдік шөптері қазақстандықтарға шипасы дарып жатыр. Мен осы мамандығыммен тіпті де көп қазақстандықтарға пайдамды тигізгім келеді. Рахмет. 帮助到更多的人吧。谢谢。 Орталықта инемен емдеу, кеткут, игланож, үлкендер мен балаларға арналған массаждың барлық түрлермен емдеу, ыстық отпен емдеу, хиджама, косметикалық емдер, емдік шөптермен және банка қою, тағы басқа көптеген емдеу шаралары жасалады. Омыртқа жарғын емдеудің тың тәсілі игланож арқылы емдейміз. Қытай медицинада бұрыннан қолданып келінген алтын иненің жетілдірілген формасы. Игланож жасап жатқанда ешқандай ауру сезілмейді. Орталықта игланождың бірнеше түрі бойынша емдеу шаралары жасалады. Соның бірі құрғақ игланож. Ауырып тұрған точкаға тікелей барады, тірісіп тұрған бұлшық етіне дәл уақытында босатып, ауруны жуяды. Ауру шыдатпаған кезде салынатын игланождың әсері тіптен ерекше. Тірісіп тұрған спазмаларны босатумен бірге ауру басатын окул жіберуге, витаминдар жіберуге және озон жіберу арқылы өскен гережаны артқа қайтыратын осындай жақсы тәсілдерін қолданамыз. Шипамет медицина орталығындағы тағы бір емдеу тәсілінің бірі кеткут терапиясы. Ол арқылы артық салмақтан арылуға мүмкіндік аласыз. Сондай-ақ созылмалы аурулар, артқа омыртқа аурулары, бет нервісінің салдануы, іш құрылыс аурулары, гинекологиялық аурулар, созылмалы колит пен гастрит, омыртқа жарығы, радикулит тағы басқа аурулардың алдын алады. Инемен емдеу Қытай медицинасында негіздік емдік түрі болып есептеледі. Адам денесінде 800-ден жоғары нүктелер бар. Ал соның ішінде 360-тан астам емдік нүктесі болады. Осы нүктелермен және меридиан жолдарды біріктіре отырып, адам ағзасында болып жатқан әр түрлі ауруларға ем жүргіземіз. Біздің орталықта инемен емделуден өзге массаждың барлық түрлері бар. Бұл табан массаж енді адамның барлық ішкі организм мен сыртқы организмдардың мысалы тоқтау нүктесі осы табанға келіп тоқтайды. Сондықтан бұл Қытайда табан адамды Қытай екінші жүрегі деп айтады. Сондықтан бұл табан енді массаж ең негізгі массаждардың біреуі. Әрі біз косметологиялық жолмен бет әлпетке нәр беріп жасартумен де айналысамыз. Бетке массаж жасау, аппаратпен бетке коллаген жеткізу, әртүрлі витаминдарын беру. Сосын бізді тағы да сол иненің дамыған бір түрі, иненің ішіне жіп салып, нит дейді ғой енді орысшада. Сол нит арқылы беттің эластикілігін асыру, оған коллаген беру, беттағы әжімдерді жоғалту дегендей сондай ем шараларымыз бар. Онымен қатар мұнда ыстық тастармен массаж, банкамен массаж жасау және арқаны ыстық жалынмен қыздыру арқылы да емдейміз. Сондай-ақ орталығымызда реабилитация және ЛФК бөлмелері бар. Біздің орталықтағы мамандардың біліктілігіне сенуге болады. Олар ең жоғары біліммен қаруланған дәрігерлер. Мекен жайымыз Алматы қаласы, Гагарин мен Ходжанова көшесінің қиылысы, Сеченева 47. Байланыс номеріміз 8727 382 5298 8702 969 2662. Дертіне шипа іздеген халыққа Шипамет медицина орталығы әрдайым көмектесуге дайын. Біз ұлт саулығын сақтау үшін қызмет етеміз.